Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін мен пирожки пісіретін боламын. Пирожки менде картошка мен и капуста болады. Ал қалған тестадан кішкене бауырсақ пісіретін боламын. Сол үшін осылай көп етіп ашытып жатырмын. Жылы суыма ашыған сүт қосып жібердім. Дрож, май барлығын араластырып, жақсылап жұмсақ етіп илеп алдым. Одан кейін картошка, пиязымды ашып. Мына картошканың бәрі осындай шірік картошка екен. Отход көп шықты. Осылай барлығын тазалап, жуып алып, кастрөлге майдалап, турап, газдың үстіне қойып қойдым. Одан кейін пиязымды майдалап, турап, жақсылап қызартып қуырып алдым. Маған солай қызартып қуырған ұнайды. Одан кейін нанымды ашып, дайын болды. Осылай бөлшектерге бөліп, 10-15 минутқа бетін жауып демалдырып қойдым. Одан кейін пюремен осылай тесто өте көп шықты. Жартысы пюре болады, жартысы капуста болады. Осыншалықты шықты. Осылай пирожкиларымды жасап алдым. Капустамен азғантай жасадым, өйткені капустамен көп жей бермейміз. Балаларға көбінде картошкамен ұнайды, пюремен. Осылай пирожкиларымды түйіп болғаннан кейін тағы да 5 минутқа май қызғанша қойып қойдым. Сонда көтеріліп, ортасы пісіп, жұмсақ пирожкилар болып шығады. Бүгін күн демалыс, сенбі күн болғаннан кейін осылай көп жасап жатырмын. Достар, пирожкиларымды осылай жасап алдым. Майымды қыздырып, екі жағынан қызарғанша пісіріп алдым. Менің YouTube каналыма подписаться, батырмасын басуды ұмыт кетпеңіздер. Әлі қызықты видеолар болады. Әр видео салған сайын солай айтам. Күтіңіздер. Осылай екі түрлі пирожкимді осылай пісіріп алдым. Кейбірлері осылай жарылып кетті. Ұзақ тұрғаннан кейін столдың бетіне, дастарханның үстіне жабысып қалыпты. Осылай пісіріп алдым, пирожкилерім дайын болды. Қалған тестасына бауырсағымды пісіріп алдым. Бауырсағымда кәдімгідей көп болып шықты. Осындай әдемі, үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ал бізге ас болсын.